көптеген жігіттер айтып жатады, қыздар сендер неге көп боянасыңдар, неге қысқа киіп көп қыдырасыңдар дейді. Бізге қарапайым қыздар ұнайды дейді. Бірақ сондай көп боянатын қыздардың инстаграмына кірсең, подписчиктері 10 мыңнан асып жатады. Комментариялар қазақтың, мен барлық деп айтпаймын, көптеген қазақтың жігіттерінің комментариялары кереметсің, сұлусың, ғажапсың дейді. Алып қарапайым қыздар шетте қалып кетеді. Оны көрген боянбайтын, үйде отыратын қыздар көреді, неге маған ешкім көңіл аудармайды, демек мен де солай болуым керек деп шешім қабылдайды. Содан кейін жақсы қыздар да сондай жерге бет бұрады. Жігіттер, адам баласы дамығалы бері қыздар жігіттерге ұнау үшін, жігіттер қыздарға ұнау үшін бәрін істеген. Сіздер егер шын мәнісінде қарапайым қыздарды ұнатып, көп боянатын қыздарға мән бермей жүрсеңіздер, қарапайым қыздар көп болатын еді. Қыздар боянбай жүретін еді сіздерге ұнау үшін. Қыз деген жалпы пластилин сияқты, оны қалай құрастырсақ, ол сондай болып шығады. Сондықтан да жігіттер бірінші өзіміз біліп алайық, бізге не ұнайтын, содан кейін қыздарға әңгіме айтайық, жарай ма?